Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Мен тұрған жер, туғандар, бұл барыңыздар әлі білген ХБК Кечи району. Сатылушы жаңағы квартира аз ушул 4 қабатты домдың бірінші подъездінде 4-ші қабатында жайғашқан, угловой емес. Адрес болса Салиева 11, серия 103. Мына домны алдын көріп отырсыздар, кеңгір екен. Анан бұл жақта шундай чоң каналы дағы бар. Разақов көшесіне жақын, пешком шығып барсаңыздар болады. Салиева көшесіне жақын, туғандар. Запчас базары, троллейбустың ағырқы аялдамасы, мектеп балабақша бардығына жақын. Локация сон жерде, ушул подъезде 4-ші қабатта сатылушы квартирасы жайғашқан, угловой емес. Туғандар, квартираға дағы кіріп келдім. Сіздер мен айтқан подъезге кіріп, 4-ші қабатқа шығасыздар. Подъездерін көріп отырсыздар ба? Сонын қылып жасап қойған, тап-таза болып тұрады. Шығып 4-ші қабатқа ешікті ашып кіріп келе бересіздер. Угловой емес. Крыша жабылған. Анан домның сыртқы фасады одай біресе жақынқы күндерде ремонт болып кен. Ақшасын чолту дейді. Бұл жерде есіче. Ақшасын беріп қойдық дейді. Одай біресе жақынқы күндерде сыртқы фасады да соның болып өзгеріліп қалады кен. Так, су, свет, газ, отопление бардығы бар. Отопление центральный. ХБК-да білесіздер, отопление өтті мощный іштейді. Бұл қонақ бөлмесі болды да. Бұйым тайымдарын есімені сөйлешесіздер. Радиаторлар и стояктары дағы жаңыланған пластика. Ешіктері пластик, айнектері. Анан 103-дің шындай кішнекей балкон болады, білесіздер. Азыр иелері шындай бір сонын қылып, закрытый қылып, тостырып жасап қойып тұр. Маға ушыл жері жақты. Анан ушыл жерден домдың алды, тегеле шардың бурч-бурчтары ушыл жерден көрініп тұрады. Мынау жақ уже су. Кішнекей бір канал бар өзінің. Айтайын дегенім салқын болады. Жақшы. Жүріңіздер ем бұл жақтан шығайлы. Лайктан басып, дос, таныш, туған, ұруқ, группа, бүт бар тарапқа жіберіп қойыңыздар, алардағы келіп көрішсін. Аз квартира іздегендер дағы көп. Бұл ошондо екінші бөлмесі олатады. Жақшы. Өте жақшы. Бұл жақтан шығауыз. Аз бұл жақта көргөздің бі? Көргөз көрені, 3-ші комнатасы кен. Шындай туғандар. Мектеп, балабақша, мечет, магазин, бардығы жақын туғандар. ХБК-ны білесіздер еме, өніккен жақшы айылдардың бірі болып қалды. Жақшы райондардың бірі болып қалды. Тех паспорты бар, ипотека жолыменен болот негізі алса, бірақ есінен сұрап көресіздер. Болбойбы деп. Так, шындай туғандар. Азыр 3 бөлмесін көргөзіп бердім, Емі сіздерге жүріңіздер. Жақшылап жаңағы кухня менен санузелінде көргөзайын. Айнектері пластикана. Но қыла тұрған жері жоқ. Тап-таза аккуратный болып тұрады. Өздері жашайды, өздері қарап, соның қылып жашашқан кен. И бұл жағы кладовка. Шол жақтан дағы керек нәрселеріңіздерді қойып тұрсаңыздар болады. Мұндай шкафтары бар кен, келгенде. Азыр бұл жағы ванна, кухня туғандар. Так, бұл ұшында кухня олатады. Шындай. Так, бұл жақ санузел, унитаз, стиралка, бардығы ұшыл жақта. Так, жақшы. Еме басын айтайын. Қанша дей тұрған болсаңыздар, квадрат метрі бұлардыққа ұшы 60, 58-60 шындай шығады. Кен тех паспортынан қарап аласыздар. Басы болса $65,000, анан кеми бар. Есім номер экранда жазылу 65,000, бірақ жақшы кеми бар туғандар. Бұл жерде есі дәлі өз айтты. Сатыш керек, сұрашын ақша керек, жақшы түшіріп береміз тұтады. Бәлкім 62-ге, бәлкім 60-ға беретем, ал жағын есімен өзіңіз өслешесіздер.